Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан бір әсем дұға келеді. Түннің жарымында егер бір адам оянып кетсе, оянғаннан кейін бір арнайы дұғаны айтатын болса, Алла тағала оның дұғасын қабыл етеді дейді. Негізі Атаулла Искандари деген әулие кісі айтады, Алла тағала аузыңа зікір салғаны, осындай қылып оятқаны, бұл хикмет бар, сенің жүрегіңнің тірі екендігін көрсетеді дейді. Ендеше түнде бір оянып қалсаңыз, арнайы бір дұға бар, соны айтыңыз. Ол дұға былай: Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин қадир, субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Болды. Осыны айтып болғасын, не сұрасаңыз да Алла тағала береді екен.